Күй домбыраның қос жегінен тараған құдіреттен. Бұл қоңырын қазақтың көңілінің толқынысы, жүрегінің хәлі. Асырдан ғасырға жалғасып, даланың дауысына айналған домбыра дүбірі қазақтың тамырын бойлап, қанына тарап, кеудесінде жаңғырып жатқаны анық. Қазақ әдебиетінде жыр дүлдүлі, поэзия құлагері атанған Ілияс Жансүгіровтің қарымды қаламында туған шығармалардың бір қатары қасиетті қазақ өнеріне, майталман өнер иелеріне арналды. Әнші, күй, құлагер сынды аталған тақырыптағы шығармалардың бірегейі Күйші поэмасы. Күйші поэмасында 90 күйді тамылжықта сорғалатып, көпшілікті таңдай қақтырған тарланбоз жас күйшінің сан қилы тағдыры сөз болады. Күйші сарайды күйге бөлеп, адамды ғана емес, ұшқан құсты, жүгірген аңды күймен елтеді. Күйшінің осынау таңғажайып өнеріне сарай билеушісі Кенесары хан да, оның қарындасы Қарашаш та қайран қалады. Күлдірлеп қоңыраудай күй сыңқылдап, бота күй майман қақты үн бұлқылдап, қоғадай салбырасып хан қарасы, намазға ұйғандай отыр тыңдап. Осылайша қос пернеден төгілген шалқар күй, хан кенені біресе қазақтың кең даласына шарлатса, біресе өткен заманды, азат күндерді аңсатады. Ал ханшаның жүрегіне ол мәңгі өшпес сезім соғын лаулата түсіп, жанын отқа орайды. Қым-қиғаш оқиғалары мен оқырманды баурап алар поэмада бас бостандығынан айырылған жас күйшінің еркіндік үшін күрескен еріксіз хәлі мен шарасыз күйі әсерлі суреттеледі. Алайда оның жанының жалауы, қуаты мен қорғаны тек домбырасы мен қос шектен төгілген күй еді. Оны сол тар қапастан босататын да сол өнер емес пе? Ілияс ақынның Күйші поэмасы қалың оқырманның жүрегіне жол табар ажайып туынды. Төл өнеріміздің қазір қасиетін ұғынып, шын бағасын берер бар қазақты Күйші поэмасын оқуға шақырамын.